Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар батырлар? Бүгін маржалы тендерлерді қалай сүзгіден өткіземіз? Нишаларды қалай анықтаймыз? Қалтаға ғана қарамай, өзіміздің білетін салаға ғана кірмей, система арқылы қалай табысымызды тендерде еселейміз? Соны толығымен тендер порталының ішінде көрсететін боламын. Дұрыстап тұрып, зейін қойып тыңдаңыз, тендердің ішіндегі мүмкіндікті бірге анықтайық. Сіздің салаңыз бар ма? Бұның ішінде мүмкіндіктер жатыр ма? Күніне 10 мың заказ шығып тұрған жерден неужели пайда таппау мүмкін? Жылына триллиондаған ақша бөлген жерден неге миллиондар таппай жатады кей адамдар? Осының шешімін қазір бірге тапсақ. Енді көбісінің қателігі өзі білген салаға ғана кіру. Ең бірінші адами фактордан болатын қателік өзі түсінетін темаға ғана акцент қою. Мысалы, карандаш, ручка, порошок, А4 десек, елдің барлығы біледі ғой. Осы сияқты 99% ол жерде адамдар қаптап жүреді. Ал кішігірім түсінбейтін, кішігірім ел білмейтін, аты атала бермейтін заттарды іріктесек, адамдар жоғалып кетеді. Бірақ одан біз қорқамыз. Енді осыны қазір дұрыстапны экранның ішінде талқыласақ. Қараңыздар, ондай болса ішке кірейік. Не? Мына жерде қараңыз. Біз алғашқы бетте тұрмыз. Мынау біздің кабинет. Басып, кабинетте бассақ, осы бет шығады. Алдыңғы видеоларда ИП ТО ашпай ішін қарау мүмкіндіктерін көрсеттік. Қалай тіркелу керек екенін көрсеттік. Енді бұл Mac болғаннан кейін Mac'та арнайы инсайлер бөлек. Енді негізгі Windows ноутбуктерінде қарапайым форматта Windows'қа инсайлер ашасызда кіре бере аласыз. Енді қараңыз. Ең бастысы қазір біз рабочий кабинет, личные данные, профиль участника, внешние сервисы, немесе избранный. Осы жүйемен, осы бесеуімен ғана жұмыс жасаймыз. Негізі тендерде қарапайым 5-ақ кнопка негізі. Түсінікті адамға 5-ақ кнопка. Ең бірінші рабочий кабинет. Бізге керегі енді тендер іздеу. Мысалы, қараңыз, ең алғашқы біз тендер іздеу қадамдарына кірдік. Мына жерде расширенный поиск деген бар. Яғни толығымен іздеу. Өзіміздің іске сәйкестендіріп алу. Қараңыз, қарапайым қалтаға қарай, немесе білетін затқа қарай. Осы кезде мына нәрсеге мән берсек. Ең бірінші наименование объявление дейді. Яғни біз атауы арқылы іздеп таба аламыз. Кез келген салада. Жаңағы айтқандай, мен бір саланың маманы болсам, мен осы жерден іздей аламын. Енді мен өзім құрылыс материалының маманы ретінде құрылыс материалдарымен акцент қоя берейін, ал сіздер кез келген затпен іздеу мүмкіндігін таба аласыздар. Мысалы, әртүрлі, енді көбінесе қателіктерді тізбектеп тұрып, қалай іздеу керек екенін түсіндіріп беремін. Мысалы, мен кафельдің маманымын. Мен аламда кафель деп іздеймін. Енді мен жай ғана кафель деп іздесем, қараңыз, клей для кафеля дейді. Кафель напольный, кафель настенный с доставкой деп аз ғана шықты да. Мен бұлай іздемеуім керек. Қараңыз, енді мен керамогранит деп іздесем, мен тағы да біразын шығара аламын. Қараңыз, кафельдің өзі 3 түрлі атаумен шығуы мүмкін. Сол үшін көбінесе іздеген кезде мен қалай акцент қойдым, сол атаумен ғана табуым мүмкін. Бұл ең бірінші қателік негізінде. Қараңыз, енді напольный покрытие деп іздесем болады. Енді көбінесе орысша атаумен іздейміз. Покрытие. Напольный покрытие дейміз да, мысалы поиск найти. Енді қараңыз, бұл жерде басқаша шықты. Ковриктер, линолеумдар, ламинаттар да осы жерде шыға береді. Яғни напольный покрытие дегенде мүлдем басқаша. Сол үшін атаумен іздеу кішкене қателік. Қазір негізгі түсінік бойынша тағы да түсіндіріп өтсем. Екінші, енді способ закупки дегенде енді көбінесе өзінің қалтасымен ценовоймен бастайтындар бар. Енді ценовой ең тиімді ойын. Бұл жерде 12 миллионға дейін, мысалы ценовойды іздесек, 12 миллионға дейін өзіміздің мүмкіндіктерді байқай аламыз. Қараңыз, скоросшиватель, бензин, услуги доступ интернет, 3 миллиондық міне, фильтр сетевой,
услуги организация проведения форум ұйымдастыруға мысалы 4 миллион 265 бөліп тұр. Маркер қарапайым 20 мың теңгеге маркер сұрап тұр. Енді қараңыз, бұл жерде қызмет, товар, жұмыс шыға береді. Текущий ремонт компьютер мысалы 27 беріп тұр. Компьютерға бір нәрсе орнату керек пе екен. Қараңыз, бұл бет бітпейді, кете береді. Мен 7-ші бетке секірдім. Бір бетте осыншама не заказ бар. Енді арғы қарата мен секіре берсем болады. Тағы 6-7 беттен секіре берсем болады. Көрім, мыңға кетіп қалдым мен енді. Негізгісіне бірақ кеттім. Қана нормамен секірейін. Нормамен 7-ге секірдім. Одан кейін 10-ға секірдім. Бұл жерде бітпейді. 13-ге секірдім. 3 беттен секіре берейік. 16-ға секірдім. Әлі шығып жатыр, енді болады деген. Яғни тендер мынадан пайда таппай жүрген енді уже таңғалуға болады ғой. Қараңызшы, мына жерде 25-ші бетке секірдім. Бұл Қазақстан бойынша ценовойды ғана іздеп жатырмын. Ценовой. Бұл жерде басқа ештеңе көріп жатқан жоқпыз. Тек қана ценовой. Яғни баға беру ұсыныстары. 31-ші бетке секірдім. Қазір жылдың соңы әрине заказ көп. Январда, февральда, қаңтар мен ақпанда азайып кетеді деп айта алмаймын. Жоқ дегенде 60 бет. Қазір ол кезде де жоқ дегенде 30-40 бет. Қараңыз, шегі жоқ бұның, шегі. Бұның адамдарда сүзгі дұрыс емес. Ең басты сүзгі дұрыс емес. Біз қазір соны анықтаймыз. Неге бұл нәрсе пайда дұрыс емес деген. Қараңыз, мына жерде не жоқ, бәрі бар. Мысалы, мыло дегенге кіретті, подшипник деген кезде жоқ болып кетеді. 205 мың подшипник дегенде адамдар жоқ болып кетеді. Неге? Өйткені подшипник таныс емес. 99%-ға подшипник таныс емес. Мыло, сабын, барлығына таныс. Екінің бірі осы жерде жүреді. 99% осымен бастайды, осымен аяқтайды. Негізгі қос табарымен бастап, қос табарымен аяқтайтындардың сандары 99%. Қандай да бір қиындатылса, аты басқаша естілсе, адамдар жоғалып кетеді. Мысалы, насос деген кезде уже адамдар азайып кетеді. Мына жерде мысалы жоқ, 0. Қатысуы мүмкін, қатысады 1-2 адам. Қараңыз, өйткені насос, аты насос болған үшін. Түсінікті ғой, негізі қазір біз көрдік, бұның шегі жоқ. Бұл жерде енді біз қазір қараңыз. Открытый конкурс дегеніміз түсіндік, оған арнайы документ жинау керек, ИП ТО-мыздың стажы болу керек, бұл жерде жоғары тендерлер. Оған тоқтала кетпейік. Из одного источника несостоявшимся закупками дейді. Яғни бұл жерде қазір из одного мынандай түрі шығып жатыр. Мемлекет ешкім алмаған товарларды, мысалы қазір из одного деп іздейікші, бөлек. Мынаны алып тастайық, из одного деп. Ешкім алмаған товарларды дайындап қояды, арнайы мен электронды коммерциялық ұсыныс арқылы ала бере аламын. А мына жерде мен алып қойғандарым десе де болады. Мен коммерциялық ұсыныс арқылы мен мемлекеттен алып қойғандарым. Қараңыз, мына жерде уже алып қойғандар. Из одного қаншамасы кеткен? Из одного дегеніміз бір көзден жалғыз өзі кірген кезде. Қараңыз, енді ол жерде МРП мөлшері әрине сәйкес болу керек. Көп бере алмайды из одного. Көбінесе 100 МРП-ға дейін. Енді срочный қандай да бір вариант керек болғанда, алу керек болған кезде арнайы бір нәрселерге беру керек кезеңдер болады. Бірақ көбісі из одного. Ешкім алмағандарды алатындар болады. Ауылдан ауыл из одного-мен кетіп жатыр, яғни бір көзден. Бұлардың барлығы бір көзден кеткендер. Енді бұл жерде аз, 13-14 беттің өзі жетеді. Bir көзден деген қараңыз. Bir бетте 60-тан аса лот бар. Соның основной біразы из одного. Бұл жерде барлығы міне 16 бетке көшеміз қазір. 16 бет бір көзден кетіп қалған. Ар жағында кетіп жатыр. Bir көзден деген жалғыз өзіміз қатысқан кездерде десе де болады. Бұл жерде ешкім қатыспаған жағдайда. Жақсы, бұған да тоқталдық. Енді ценовой деп қалдыра берейік. Енді бастысы қараңыз. Место поставки дегенде көбінесе акцент қояды, одан кейін тағы бір қателік қалаға. Мысалы, алматылықтар тек қана Алматыны іздейді. Новичоктардың 99%-ы өз қаласынан іздейді. Одан кейін Астана қаласы, мысалы, ол жерлерде кішкене духы мықты қыз жігіттер көп. Аудан мен ауылда көбінесе азайып кетеді. Қалада көбейіп кетеді. Енді қараңыз, қателіктер жаңа түсініп қалдық. Негізгі адамдардың қателігі өзі білетін заттардан, және өзінің қаласынан ғана, былай айтқанда басына стереотип қою арқылы, қағидамен ғана жүреді. Енді біз толық қалай сүзу керек екенін түсінсек. Ең бастысы қараңыз. Способ закупки дегенде, енді ценовой ең тиімді оңай ойын. Яғни өзім де жақсы көретін
ақша тез айналдыруға болатын ол ценовой. Место поставки дегенде қоймаймыз, яғни жаңағы сияқты Астана, немесе Қарағанды, немесе Жамбыл, Тараз деп өз облысымызды ғана сүзбейміз. Қазақстан бойынша немесе мысалы Оралда отырсақ, Орал облысын сүзсек. Абай ауданымен, Семей Абай ауданымен бірге. Яғни қала ғана емес, аудандарда мүмкіндік көп. Енді қараңыз, мен аламда Қазақстан бойынша сүзгіні бастадым. Енді бұл жерде шығып жатыр, не? Қазақстан бойынша. Бұл жерде заказ көп. Енді мен өзімнің басымдағы суммамен ғана емес, бұл жерде тағы бір қателік, қараңыз. Көбінесе сумма қойып тастайды. Мына жерге 200 мың дейді, 200 мың қойып тастайды. Біз оны қоймаймыз. Немесе организатордың бейінін білсек, сонымен ғана сұғамыз. Немесе номер лотын білсек, сонымен ғана сұғамыз. Ал біз толық сүзгі жасау керекпіз. Қараңыз, тендердің ең бірінші плюсы толық сүзгі жасай алғанда. Яғни мен білет, білмейді деген нәрселердің барлығын сүзгі жасаймын. Енді мен түсіндіріп өтем, қалай болады. Мысалы, термостат для хранения тромбоцит. Мен аламда избіріне сақтап қойым. Мынау флажокты бассам, бұл избіріне сақталып қалды. Енді қараңыз, менің қалтамда 4 миллион болмауы мүмкін. Немесе мен мына салада маман емеспін. Бірақ жасай алмайды деген сөз емес қой. Көбісі қателік осыдан басталады. Яғни түсінбейді, қалтада ақша жоқ, болды. Өзіне тиімді варианттармен ғана іздейді. Жоқ, мен сақтап қоюым керек. Екінші, мұнан қараңыз, 3 миллион 663 дегенде өтіп кетеді. Мен аламда басып сақтап қоямын. Сақтай берем болды. Сақтау тегін. Ешқандай бұл жерде сіз үшін сақтаған үшін ақша сұрамайды. Мысалы, товары 716 мың депті да, бұл жерде 2 товар бар, яғни 2 лот бар. 716 мың болса қалдырады, болмаса өтіп кетеді. Сол үшін әрине ұсақ-түйекте конкуренция қайда бастайды. Мына жерде де қараңыз, 2 миллион 500. Мен бұлардың барлығын сүзгіден міндетті түрде өткіземін. Өйткені біздің ортада негізгі шешім қалай табылады. Мысалы, Астана қаласында Мыңбатыр даму орталығында 100-ге жуық адам жүреді. Кіріп шығып, біреу келеді, біреу кетеді, ортақ чатымыз бар. Қараңыз, 10 сұрақтың жауабын білгенде 100-ге жуық адам. 1000 сұрақтың шешімі бір жерден табылып тұр деген сөз. Осы жерде мен кез келген маман таба аламын. Яғни бұны сататын. Мысалы, қараңыз, мына жерде запчасть. Мен запчасты білмесем, запчастьпен айналыса алмайды деген сөз емес қой. Дұрыс, осы сияқты мен бір затты білмесем, онымен айналыса алмайды деген сөз емес қой. Мен аламда бұның мамандарын таба алсам. Неге демесе, қандайда бір қызмет болса, қазір қызмет түрлерінде бірге қойып кететін боламыз. Микроавтобус не более 16 сидящих вместе. Мысалы, аламда қоя салам, 18 миллион. Бір жылға беріп тұр, мен түсінгенім, енді ішіне қарамай айта салайын. Бір жылға микроавтобус қою керек 18 миллионға. Енді қараңыз, услуга картері жарайды, ұсақ-түйектерін қарамай қояйық, негізгі үлкен ірілеріне акцент қояйық. Термостат для хранения жана сақтап өткендерін жана сақтап өттік. Енді 8-7 деп секіре берейін, негізі бұны ерінбей, бұл қараңыз. Бүгін 6 желтоқсан. 8 желтоқсаннан бастап 15 желтоқсанға дейінгі шығып тұр. Бұл жерде келесі апталар шыға береді. Сол үшін мен алдын ала бәрін өткізіп, сүзгіге жіберіп қоямын. Яғни, работа изготовления шкаф дейді. Яғни, қараңыз, шкаф жасау 800 мың теңге. Сақтап қойдым. Осындай адамдарды таба алсам жеткілікті ғой. Ең бірінші қателік осы сүзгіде дұрыс емес. Приобретение хозяйственный товар. Товарды аламда сақтап қоя салам. Осылай кете береміз. Ол жерде көп адамдардың шыдамы жетпейді, отыруға шыдамы жетпейді. Бензин дегенде жарайды, түсініксіз маған кірмеймін. Өйткені мен бензинмен айналыспаймын. Ол жерде енді талонмен беру керек басқа. Бірақ бензин саланың маманы болса, неге кірмеске? Қараңыз. Форсунка 10 штук. 1 миллион теңге. Форсунка дегенде түсініксіз өтіп кетсеңіз, ол болды, сіз өтіп кеттіңіз деңіз. 12 миллион. Кислород. Өтіп кетсе мен қалдым деген сөз. Мен өтпеймін. Қалдырып қоямын. Ковер 1 100 000-ге. Ковер деген түсінікті, бірақ түсініксіз болса өтіп кете береді. Услуги телефон связи 23-ге мысалы 850 мың. Оны неге сақтап қоймасқа? Менен нан сұрап атқан жоқ қой. Аламда 10-ға секіріп. Осылай рет мен арасынан іріктеп сіздерге біразын көрсетіп көрейін. Қараңыз, организация проведения форума. Яғни форум ұйымдастыру 1 400 000 беріп тұр. Жетісу жастары Талдықорғанда
неге бұны ұйымдастырмасқа? Егер мен сол жақта адамдар болса, работа по ремонту, реконструкция, электрический, осындай оборудование. Болды, сақтап қой. Осындайға мен адам таба алсам болды. Біздің негізгі қызметіміз табар тұрса, қайдан алу керек екенін біліп, соны апарып беру. Қызмет тұрса, кім жасайтынын біліп, соған санап есептеткізіп, заявка беріп, жасат алу. Ең басты тендер мамандардың құндылығы осы жердегі істі мен делдал болу арқылы ортада санап есептеп жан-жаққа беру. Анадан алу, мынаған жасатқызу, мынаған бер алу. Ортасында өзімдікін ұстап қалалу. Бастысы кез келген қызметті арзан жасап беретін қазір жұмыскерлер табылады. Сол үшін бұл жерде қараңыз, приобретение табар 1.400.000, 1.340.000, 1.340 дегенде адамның 400.000 теңге табу мүмкіндігі болса, мынаған кірмейді. Ал осы кезде мен бұны ұсына алсам, инвесторда табылады ғой, мен мынаған вариант ұсынсам, біреуге мынаны табайық, давайте кірейік, бірлесейік деп. Қасымыздағы адамдармен біз біріктіретін болсақ, бізде қаншама адамның нәтиже шығарып кетуінің негізгі себебі қасындағы адамдармен бірігіп жасап кетуі. Біз сол үшін командный система құрғызамыз. Бұл біз мусор. Яғни мусорды шығарып тастау. Қар тазалайтын машина 130.000 теңге. Қарапайым бір кішкентай машина болуы мүмкін. Продукты, расходный материал для практических занятий 508.000. Қараңыз, бұл деген тоқтамайды, бұл бітпейді ешқашан, бұл деген шыға береді. Услуги по обучению. Болды. Оны түсінбей қара сақтап қой. Енді қараңыз, уақытты көп ұза бермек, сақтап қою жағынан ең бірінші қателік сақтаған кезде барлығын бір ретке өткізіп кету. Одан кейін қараңыз, мына жерде избранный деген жерде мен жаңағы сақтағандар жиналып тұр. Енді қараңыз, мен ең астына түсетін болсам, күні жақындап қалдау дегендер негізінде жиналып тұрады. Мен сол кезде астына түсемде, міне 8-інде заявка беру керек. Яғни 8-іне дейін заявка беру керек. Мен ең бірінші сақтап қойған, мен сақтаған жоқпын, біздің осы ИП-ның маманы сақтап қойған. Яғни печать жасату бойынша 140.000 теңгеге заявка. Қараңыз, осы сияқылды мен осыны сақтап қойсам, мен аламда уақыты жақындаған кезде кіремін. Мына жерде 6 күн уақыт тұр. Мен бір затты 6 күн зерттей алмайтындай мен не істеп жүрем? Менің назарым осы жерде болмаса, әрине 6 күн мен жай ғана поражение өтіп кетеді. Ал мен фокуста болсам, негізгі энергиямды осында салсам, мен міндетті түрде осы жерден нәтиже шығаруға дайынмын. Енді қараңыздар. Ондай болса, міне мен мынаған заявка бере аламын. Енді қараңыз. Келесіде қалай заявка беру керек екенін толығымен рет-ретімен түсіндіріп көрсететін боламын. Енді бұны мен негізгі қателік ретінде көрсетіп бердім. Ең бастысы түсінікті болды деп ойлаймын. Қараңыз, ең бірінші қателік ол өзімізден. Мына жердегі триллиондаған ақша бөлініп тұрған жерден миллион табылмасам, менде бір нәрсе дұрыс емес қой. Менің өзімнің принципім сондай. Қазір көптеген жобада инвестор болып отыр. Яғни көптеген жерлерден адамдардың нақты ақша тауып жатқан, табыс тауып жатқан көрдім. Мен таба алмасам, менде бір нәрсе дұрыс емес қой. Тура осындай принциппен кез келген салаға кіріп нәтиже шығаруға болады. Мына жерде сондай. Ал жылап, ана болды, мәт болды, чат болды дей берсең, өмір қиындай береді. Өмір ешқашан арзандамайды. Мен жағдайымды ретке келтіргенде мынау маған тиімді болып көрінуі мүмкін. Немесе мына жердегі қиын нәрселер мен өтіп алған кезде оңай болып көрінуі мүмкін. Сіз үлкейіп алдыңыз, сіз яғни деңгейіңізді көтеріп алдыңыз. Мына жердегі мәселелер оңай шешіледі. Тура солай біреуге миллион теңгенің әңгімесі өмірлік проблема. Біреу жай ғана күнделікті бір кешкі клубтарға тастап кетіп жүр. Шайқап жүр. Рас, ол Қазақстан сондай жер болып кеткен. Біреу 100 мыңға жұмыс жасаса, біреу миллиондарды күнделікті шашатын. Ең бастысы системаны түсіну керекпіз. Бұл жерде ешкімнің тірегі, көмегі керек емес. Сізге дамы, өз, жетіл деп ешкім айтпау керек. Біз өзіміз істеу керек. Мына ішіндегі системаны өзіміз түсіну керекпіз, былай айтқанда. Солай емес пе? Сол үшін бастысы біз біріктіру системасын құрудамыз. Мыңбатыр даму орталығы болып, осы системаларды бірігіп, нәтижесін бірге көру. Әркім өз үшін табыс табады, өзінкін еселейді. Бізде шаруасы жоқ. Бірақ бір-біріне береді. 1% бересіз, 99% бізден алып отырасыз. Бұл информация толықтырған кезде
адамдар дами алады. Сол үшін дамып келе жатырсыз, қасында сұрақтың шешімі табылып келе жатыр. Ең бастысы осы. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жасаңыз. Және жан-жағыңызға таратып қойсаңыз. Тендердің ішіндегі мүмкіндікті әр қазағың көрсін, білсін, жатқанын түсінсін. Бастысы, тендер деген Қазақстанда ең актуальный тема. Америкада биржа, трейдинг болса, акция болса, бізде тендер. Қазақстанда көптеген порталдар бар. Біз бірақ порталды көрсетудеміз. Одан да басқа порталдардың біразын талқылап көрсетіп беретін боламын болашақта. Әр қазағың бай болсынды іспен жасап жүрген Мыңбатыр даму орталығына келіп, өзіңізді дамыта алыңыз. Амандықта, саулықта кездескенше өз ойыңызды айта кетіңіз. Бірігу үшін тағы не істеу керек, нені түсіну керек. Қандай тиімді жолдары бар екен, сізден де бір кеңес болсын. Аман болыңыздар.